Жер қыртысының химиялық құрамы. Қазіргі уақытта жер қыртысы 15-тен 20 километрге дейін тереңдікке дейін зерттелген. Көптеген тау жыныстары мен минералдарға жасалған талдау қорытындысы бойынша жер қыртысының орташа химиялық элементтік құрамы анықталды. Жер қыртысында 46 элемент кең таралған. Олардың 8-і массасы бойынша 97,2-ден 98,8-ге дейін пайызды құрайды. 2 еуі оттек пен кремний. Жердің жалпы массасының 75%-ын құрайды. Біздің ғаламшарымыздағы көптеген химиялық элементтердің темір, азот, кремний және тағы басқа қосылыстары минералдар деп аталады. Жер қыртысында кездесетін табиғи химиялық құрамы тұрақты, белгілі бір физикалық қасиетке ие біртекті дене минерал деп аталады. Қазіргі уақытта шамамен 3 мұндай минерал белгілі. Көптеген минералдардың құрамы 2 элементтен тұрады. Мысалы, ас тұзының құрамына натрий және хлор, магнитті теміртас құрамына темір және оттек элементтері кіреді. Бірнеше элемент кіретін минералдар сирек кездеседі. Саф, самородный минералдар бір ғана элементтен тұрады. Мысалы, алмас, күкірт, алтын, тағы басқа. Табиғатта тек 40-қа жуық саф минерал бар.